Ассалаумағалейкум YouTube көрермен. Менің есімім Болатхан Әділбек. Мен столяр, яғни ағаш ұстасымын. Ағаш массивімен жұмыстар жасаймын. Ағаштан стол, астау, қобыз және де массивпен жасалатын арт мебельдердің барлығымен айналысып көрдім. Осы жолда жүргеніме міне 4 жылдың жүзі болды. Бастапқы жылдары колледж шеберханасында жұмыс жасадым. Сосын үйде бір 15 квадрат бос помещение болған. Сол помещение утеплять етіп, барынша жұмысқа ыңғайлап, сол жерде бір жылдай уақыт біраз дүниені қолдан шығардық. Уақыт келе ол шеберхана тарлық етті. Столдарды жасау қиындап кетті негізінде. Өзім де жаңа өребенге өсіп 44 квадрат бір помещениені арендаға алғанмын. Кейін жақсы болды, бірақ өз шеберханаң болған дұрыс деп шештім. Ағаш қойсаң да, кешке дейін жұмыс жасасаң да, енді творческий адам болғаннан кейін шулап, айқайлап, түнімен жұмыс жасап дегендей болады. Бір шетінен арендада төлемейсің. Сөйтіп, бісміллә деп өз шеберханамның құрылысын бастап кеттім. Енді өстіп құрылыс симфониясы басталып кетті. Қалтада айтарлықтай тыйым болған жоқ. Бар жиған тіргенге барып, шағыл түсірдім, одан кейін фундаментке арнап цемент алдым, 30 мөшек. Опалубка болсын деп, және де стойкалар болсын деп, ағаш пилорамына барып, топл тілгізіп ағам. Топл әрине су болды, бірақ уақыты келе бабына келер деген ойда болдым. Лапшаларды да топлден алдым. Сөйтіп күні бойы асарлатып, достарымды шақырып, әкем бар, ағам бар, жабылып, бір күннің ішінде фундаментті қойып бітірдік. Кешке қартай талпыстық шыны керек. Сөйтіп фундамент ойдағыдай шықты. Енді кезек стяжкіде болды. Стяжкіні батя екеуміз жабылып қойдық. Стяжкінің астына пенопласт тастап жібердік, қыста астыдан сыз өтпесін деген оймен. Стяжкіні 2 күнде қойып бітірдік. Ендігі кезек кереге келгенде біздің сатып алған топл ағаш жүзі толқып кетіпті. Арасында жарамайтындары да болды. Бірақ ебін тауып, жерден құрастырып, топл ағашын керегеге көтеріп қойдық. Кереге біткеннен кейін төбесіне топл ағашынан алған лапшаны лақтырдық та шатырын жабуға кірістік. Шатыр жасыл шатыры болды. Почти ең арзан шатырды алып жаптым. Керегесіне шатырмен қаптамас бұрын шеберхананың алдына навес жасап алуды жөн көрдім. Себебі навестің астына ағаштарды қою керек, тағы басқа заттарды қою керек. Столярка болғаннан кейін ағаш көп болады. Бұл басынан бастап жоспарда болған. Сөйтіп томпыларын құйдық, балалармен бәріміз жиналып. Томпыларын балкысын шешіп, стойкадан бұрын мен балкілерін тастап алдым. Балкілерін қатар-қатарынан тастап, астына стойкасын қойдым. Оның өзі біраз уақытты алып жіберді, кейгі жерлерін жалғыз жасағаннан кейін. Сөйтіп, навестің балкілерін тастап, стойкасын қойып бітіріп алдым. Керегесі, навесі бар, өзі бір ағашпен конструкция болды. Бұл чисто ағаштан жасалған шеберхана. Конструкциясы өзіме ұнады, себебі керегесін балкы мен стойкаге усиление жасағанбыз. Сол решение өте дұрыс болды. Керегесін негізі ең арзан шипырмен қаптайым деген ой болған, бірақ мына шипырға көзім түсті. Және де өзім қате есептеп алғанның кесірінен осы арзан түседі деп. Осы профилиспен қаптадым, бірақ еш өкінбеймін, себебі кішкене шеберхананың көркін келтірді. Арзан листерде бұндай свет болған жоқ, және де бұндай волналар болған жоқ. Сәтін салып, осылай бір әдемі қып қапталып шықты. Шеберхананың шатыры болған соң, навестің шатырын жауып алу керек болды. Сөйтіп, дос баламды шақырып, екеуміз шатырға деген лапшаны алдымен жерден дайындап 11 метр қып сразу төбеге лақтырып алдық. Лапшаны орнатып, шипырды төбеге көтеріп, 3 метрден бөліп, бір күннің ішінде жауып тастадық. Үйде сол уақытта бір бұл есік, терезелер жатқан. Жайлап сол терезелердің орнын кестім.
Есіктің орнын кестім, жолып алып тастадым да есік пен терезелерді орната бастадым. Бір кішкене терезе, екі үлкен терезе орнаттым. Жан жағын пенамен толтырып, қыста суық кірмейтіндей істедік. Терезелер бірақ ашылмайтын болды, бәрібір ауаға фильтр қою керек. Керегесі қаптаулы, шатыры жабулы, навесі тұрғызулы болғаннан кейін ендігі кезек утеплениеге келді. Утеплениеде мен кішкене сасқалақтап қалдым, себебі күн суыта бастады. Тез утепление жүргізудің амалын іздедім. Басында опилкамен толтырам деп ойлағам. Сөйтіп полинор деген баллондағы шашатын істенетін утеплительге жолықтым. Соны алдым және де соны бүкіл керегесіне шаштым, бүкіл тесіктерін бітедім жан-жақ жиектеріндегі. Бірақ полинор көңілімнен шықпады. Ол туралы кейін айтып берем. Бірақ біраз жерді қаптым. Төбесіне шашу ыңғайлы бола ма деп ағам, бірақ төбесіне ыңғайсыздау болды. Сондықтан пенопластты қойып, жиек-жиектеріне полинор шашып едім. Әдемі түсіп кетті. Бұл ең ыңғайлы утепление деп ойлаймын, пенопласт пен полинорды қолдану. Екі керегесін ақ шипірмен қаптадым және үсті жақтарын ламинатпен қаптадым. Осы екі орта пайда болды, 15 см сыртқы шипір мен ішкі шипір. Сол екеуінің ортасын опилкамен толтыруды жөн деп санадым. Опилканы ең алдымен извес пен гипске араластырып алдым, себебі извес шіртпейді, гипс опилканы отырғызбайды. Онда 15 см толщина екі ортасына опилканы құя бастадым. Опилка жақсы утепление болады деген ойдамын. Келесі көктемде жазда сіздерге қалай утепление болған туралы айтып беремін. Осымен бітті утеплениесі де. Осымен негізі тәні утеплениесі бар. Керегесі қаптаулы, крышасы жабулы, пеш ондай пока что қоймаймын деп шештім. Екі тал пушка бар, сол пушкаларды қосып бір қысып отырып көрем. Есік терезесі бар. Бәрі дайын, заттарымды әкеп алдым, станоктарымды орын-орнына қойдым. Өндіріске былай шеберхана дайын. Кейіндетіп шеберхананы кайзен етіп, полкаларын жасап, әдемілеп алам деген ойдамын. Ол туралы бөлек видеолар болады. Былай енді стройка оңай болған жоқ. Ата-анамның арқасында, әке-шешем, ағаларымның арқасында, туысқандармен, класстас, группалас достарым арқасында бірыңғайға келтірдік. 4-5 ай салдым, асықпай жүріп, бірақ кейіндетіп өз жемісін береді деген ойдамын. 1.200.000 мыңдай ақша кетті. Оған негізі кірпіштен ақса болса болатын еді, бірақ мен ай сайын аннан тауып, мұннан тауып келген ақшаларға салынған дүние болды. Сразу кірпіш түсіретін бұндай қаржы болған жоқ. Сондықтан осылай шықты. Кейіндетіп ойда бар, шеберхананы жалғасам, кірпіштен салам деген ойдамын. Барлығыңызға көп рахмет. Менің каналыма жазылыңыздар. Алда көп осы ұсталыққа байланысты DIY дейді ғой, мысалы, өз қолымызбен жасайтын дүниелерге байланысты қазақша контенттер болады. Менің YouTube каналым осы. Астына Instagram'da да тастап кетем. Instagram'da стористер мен процесстерді бөлінем. Көптеген заттарымды, жасаған заттарымды сонда салып отырам. Бақылап жүріңіздер.